Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін бізде ерекше сабақ, кіріктірілген сабақ. Жалпы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне биыл бізде 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік алу қарсаңында сынақ орталығы болған Семей ядролық полигоны жабылды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылы 29 тамызда Семей атомдық полигонын жабу турасындағы жарлыққа қол қойылғанына да міне биыл 30 жыл толып отыр. Жалпы Семей полигоны КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болды. Енді 1949 жылы және 1989 жылдары орын алған Семей полигонында 456-ға жуық ядролық жарылыс жасалды. Құрметті студенттер, полигонда алғашқы 14 жылда уран, сутегі және плутон бомбалары жару ашық ауада және жер үстінде жүргізілді. Құрметті студенттер, адамдарға ғана емес, жерде азап шегілді. Жылма-жыл радионуклидтердің жинала беруі жаңағы жердің құнарлығын азайтты. Жерден орасан зор микроэлементтер, барлығымыз білеміз, темір, мыс, магний және басқа металдар, әртүрлі дәнді дақылдар адам организміне де сіңді. Осы Семей жаңағы маңындағы радиациялық әсер аймағында, яғни тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. Құрметті студенттер, сұрақ-жауап кезеңі. Полигон аумағында түрлі зерттеу, эксперименттік жұмыстар жүргізілгенін білеміз. Түрлі тәжірибе алаңдары болғандығында айтылып жүр. Сол туралы тоқталайықшы, кім жауап береді? Ол көтер жауап берейік. Диана айта ғой. Ең бастысы тәжірибелік алаң. Осы алаңда 1963 жылға дейін ауада және жер бетінде ядролық жарылыстар өткізілді. Екіншісі дегелен тәжірибелік алаң. Ол алаңда жер асты ядролық жарылыстары жүргізілді. Үшіншісі балапан алаңы, онда жер асты жарылыстары жүргізілді. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Полигон аумағында қанша жарылыстар болды және оның зардабын немен салыстырар едіңіз? Батыр айта ғой. 42 жылы 470 атомдай жарылды және де орта есеппен негізі 11,15 атомдай көрсеткішпен жарылған болатын. Және де 1963 жылы сынақ бойынша жер қабаты мен ауа қабатында 118 атомдай жарылған. Ол Хиросимадағы атомның бомбасынан қарағанда 1000 есе қауіпті болып келеді. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Адам бойында радиацияның мөлшері қаншаға жеткенде қауіпті жағдай туады? Аяулым айта ғой. Медициналық өлшем бойынша адамның жыл сайынғы несі 0,15-1-ден аспау керек. Себебі ол егерде одан асып кететін болса, адам рак ауруына, қан тамырлары және жүрек тамырлары ауруына шалдығуы мүмкін. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі сұрақ. Семей атомдық полигоны қай жылдары орын алды? Айта ғой. 1940 жылдары и 1980. Жақсы, отыра ғой. Құрметті студенттер, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы галоген алкандарды алу. Тақырыпты дәптерге жазып қояйық. Бүгінгі сабағымыздың жүзеге асатын оқу мақсаттарына келетін болсақ, галоген алкандарды алу реакциясының радикалды механизмін түсіндіру. Келесі бізде галоген алкандардың әсеріне байланысты қоршаған ортада туындаған мәселелерді айқындау. Сабақтың мақсатына келетін болсақ, галоген алкандарды алу реакциясының радикалды механизмін түсіну. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыздың бағалау критерияларына келетін болсақ, галоген алкандарды алу жолдарын біледі, радикалды механизмін түсіндіреді және мысал келтіреді, және галоген алкандардың қоршаған ортаға әсерін болжайды және айқындайды. Жалпы құрметті студенттер, галогендердің химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, барлығымыз білеміз, бізде 7-ші топтың негізгі топша элементтері бізде галогендер. Галогендерге бізде фтор, хлор, бром, йод, астат жатады.
Енді галоген алкандарға келетін болсақ, жалпы орын басушы радикалы бар органикалық қосылыстар бізде галоген алкандар деп аталады. Яғни фтор, хлор, бром немесе йод барлығы бірге галоген алкандар ретінде белгілі. Сондай-ақ, құрметті студенттер, бұл қосылыстардың галоген алкандар көмірсутектердің галоген туындысы, галогенденген көмірсутектер немесе алкило галогендер, яғни фторидтер, хлоридтер және бромидтер немесе иодидтер деп аталады. Енді қараңыздар, құрметті студенттер, мында жалпы формула берілген, дәптерімізге жазып қояйық. Жалпы формуласы R және X. R дегеніміз бізде көмірсутек алкил бөлігі және X бізде галоген. Енді ары қарай кетейік, мысал келтірсек, мында CH3 хлор, хлор метан, мұндағы CH3 метил, жаңағы X бізде хлор, галоген болып табылады. Жазып алдық па? Бос радикалды орын басу механизмі, құрметті студенттер, бұл жерде тізбектің басталуы, яғни бос радикалдардың пайда болуы және дамуы бос радикалдар молекулалармен әрекеттесіп қосымша еркін радикалдар тудырады. Енді үзілу болатын болса, бос радикалдар өзара әрекеттесіп жаңағы молекула түзеді. Радикалдардың пайда болу механизмі, бос радикалдар пайда болуы, жаңағы гомолитикалық бөліну, дәптерімізге түртіп жазып алайық. Гомолитикалық бөліну ковалентті байланысқан екі атом электрон жұбын өзара тең бөледі. Жылжыта ғой. Енді қараңыздар, құрметті студенттер, H хлор, мында көріп тұрсыздар, жаңағы жұптаспаған электрон байланыс түзуге дайын тұр. Бос радикалдағы. Галоген алкандарды бос радикалдау механизмі арқылы алу, дәптерімізге жазамыз. Бірінші бізде тізбектің басталуы, келесі тізбектің дамуы және тізбектің үзілуі. Енді қараңыздар, тізбектің басталуы, бұл жерде хлормен байланысқан, яғни үзу үшін энергия беріледі және гомолитикалық бөліну пайда болады, яғни еркін радикалдар қалыптасады. Келесі бізде тізбектік даму, бұл жерде жарық қажет етпейді, жаңағы барлық байланыстар гомолитикалық жаңағы бөлінеді. Келесі тізбектің үзілуіне келетін болсақ, кез келген екі бос радикалдар қосыла жүреді және келесі өнімдер алынады, бұл жерде хлор. Келесі, бұл жерде, құрметті студенттер, галоген алкандардың алу әдістері, ол бірінші орын басу реакциясы, яғни орын басу барлығымыз білеміз. Не істейді? Орын баса жүреді, өзінің атауында тұр. Қараңыздар, мына жерде орын басу реакциясы. Галоген алкандарды алу, алкандарды алилды хлорлау жаңағы жоғарғы температурада газ фазасында жүргізіледі. Бірінші хлорметан, хлорметаннан бізден дихлорметан және трихлорметан және тетрахлорметан алынып отыр. Балар, хлорметанда барлығымыз білеміз, бір хлор болады, дихлорметанда ди деген өзінің атауында тұр, 2 хлор, три деген 3 және тетра дегеніміз 4 хлорметан. Құрметті студенттер, бірінші тапсырма сұрақ ілмегі әдісі бейнероликке назар аудара отырып, реакция теңдеуін аяқтаңыздар. Дәптерге орындаймыз. Жаңағы дискриптор тәжірибе қорытындысынан химиялық реакция теңдеуін құрастырады. Уақыт кетті, реакция теңдеуін жазыңыздар. Құрметті студенттер, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Зайцев ережесі бойынша бізде 2 метил бутанға бром арасындағы орын басу реакциясын көріп отырсыздар. Дәптерлеріңізге жазып аламыз. Қараңыздар, 2 метил бутанға бром 2-ні қосқан кезде орын басу реакциясы жүргізіліп отыр. Сол кезде бізде дибром, диметил бутан түзіліп отыр. Және H бром бізде бөлініп кетті. Құрметті студенттер, келесі тапсырма реакция теңдеуін жазып, бастапқы заттар мен өнімдерін атаңыздар. Тақтаға кім шығады? Назерке, келе ғой. Бірінші тапсырма бізде метанның хлормен реакция теңдеуін жаза ғой. Құрметті студенттер, келесі бізде галоген алкандардың қолданылуы фреондар. Фреондар бәріміз білеміз, көміртек және фтор және хлор қосындыларынан құралған. Құрметті студенттер, бұл ең көп қолданылатын
фреондар міне мыналар: фреон 12, фреон 11 және фреон бізде 113. Құрметті студенттер, галоген алкандардың қолданылуына келетін болсақ, 1938 жылы Дупот ғалымдардың тоңазытқыш газдармен тәжірибе жасаған кезде тефлонды ашқан екен. Яғни, құрметті студенттер, біз күнделікті тұрмыста таба қолданамыз. Егер де осындай таңба берілсе, біз жаңағы тамақты майсыз тамақ жасауымызға болады екен. Құрметті студенттер, жаңа сабақты бекіту, жаңа сабақты фишбоун әдісі арқылы бекітеміз. Фишбоун әдісінде барлығымыз білеміз, басы бізде проблемалық сұрақ, сүйектеріне шығу жолдары және ең соңғы құйрығына бізге қорытынды жазамыз. Кері байланыс, өздеріңіз жаңағы тақырыпты түсінгендіктеріңіз жайлы смайликтер арқылы көрсетесіздер. Мен барлығын түсіндім, менің сұрағым бар және маған түсініксіз. Құрметті студенттер, үй тапсырмасы жұмыс дәптермен жұмыс жасау, Блум таксономиясы бойынша білу, түсіну, қолдану, талдау және жинақтау. Осы тапсырмаларды мұқият орындаймыз және эссе жазамыз. Әлемдегі бейбітшілік менің тыныштығым тақырыбында.